Сәлем баршаңызға, сіздермен ақ ерке. Мен бүгін сіздерге керемет болып шығатын осындай шашпа палаудың рецептімен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізге қажетті заттар сәбіз, пияз, осындай Өзбекстанның нағыз шашпа палауындай болатын лазер күріші, және мен кішкене қазы қостым, сиыр, жылқы еттен араластырып қостым. Біз ең алдымен етімізді дәл видеодағында үлкен бөлшектерге бөліп аламыз, және де қазымызды да 3 бөлшекке бөліп алатын боламыз. Келесі пиязымызды да жарты шеңбер етіп турайтын боламыз. Сәбізімізді дәл видеодағында етіп мен турадым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша кессеңіздер болады. Осындай ұзыншалап кесіп аламыз. Осы палауға ерекше дәм беретін ол ноқат мен алдын ала бір күн алдын жуып, суға салып қойған едім. Енді бізге тек қана бір кесесі ғана қажет болады. Қазанға май құйып, жақсылап қыздырдамыз. Және де қызып тұрған майға біртіндеп еттерімізді сала бастаймыз, және де етіміздің екі жағы барлығы жақсылап қызарғанға дейін қуырамыз. Жақсылап қызарған етіміздің үстіне пиязымызды салып араластырамыз. Пиязымызда жақсы қызарып пісуі қажет болады. Палауымыз қызарып әдемі болып пісуі үшін туралған сәбізімізді кішкене бөлігін салып, жақсылап бір араластырып қуырып аламыз. 5-6 минут қуырып болған соң, үстіне қалған сәбіздерімізді салып, жақсылап тағы да қызартып араластыратын боламыз. Сәбізіміз жақсылап қуырып алған соң, үстіне су құямыз. Суды көп құюға болмайды, және де ноқатымызды саламыз. Үстіне дәмдеуіштеріміз саламыз. Мен оған палауға арналған дәмдеуіштер, зіра және тұз салып, жақсылап оны сіңдіріп, араластырып, бетін жауып қоямыз. Бір қайнап шыққаннан соң астын баяулатамыз. Палауымыздың шашпа болып шығуы ол күрішке байланысты, сондықтан бір лайфхак, күрішімізді 7-8 рет крахмалынан арылғанша жақсылап жуып алатын боламыз. Жайлап қайнап тұрған қазанымыздың үстіне күрішімізді салып, толықтай күрішімізді батыратын боламыз. Күрішімізді жақсылап батырып, бетін жауып қоямыз, кішкене суы тарылуы қажет. Суы тарылған соң бетін ашып, дәл видеодағындай етіп, палауымызды ортаға жинайтын боламыз. Ортаға осылай нақтылап, әдемілеп жинап, тағы бір лайфхак, жұмыртқамызды сыртын жақсылап жуып алып, осылай күріштің ішіне салып қойсақ, ол пісіп шығатын болады, және бірге тамақпен ұсынсаңыздар болады. Осылай үстіне пакетімізді жауып қоямыз, және демдейміз. Міне біздің күрішіміз пісіп шықты. Бетіндегі жұмыртқаларымызды алып тастаймыз. Міне қараңыздар, шашылып, күрішіміз әдемі болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Етті де бөлек алып аламыз, және де ыдысымызға салып, өз қалауларыңызша ұсынсаңыздар болады. Міне жұмыртқамыз дәл осылай пісіп шықты. Қалауларыңызша ұсынсаңыздар болады. Палаудың дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонаққа немесе үй ішіңіздегілерге ұнайтынына мен сенімдімін.